Сәлеметсіз бе? Мен өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Мен Динара Рысбекқызы, өнімді сертификаттау және дүкенге өткізу бойынша толыққанды сопровождение жасайтын экспертпін. Және өнімді заңдастыру консалтинг компаниясының негізін қалаушымын. 22 жылдық тәжірибесі бар заңгермін, 8 жылдық тәжірибесі бар бухгалтермін. Қазіргі таңда көптеген кәсіпкерлер үй жағдайында өнім өндіріп, әлеуметтік желі арқылы сатады. Алайда өнімді дүкендер мен супермаркет немесе базарларға шығару үшін заңдастыру жолын білмейді. Бүгін менің тегін сабағымда үй жағдайында шығарылған өнімді заңдастырып, дүкен сөрелеріне шығару жолдарын меңгересіздер. Бұл сабақта не үйренесіз? Үйде шығарылған өнімді заңдастыру жолдарын, этикетка мен штрих-кодты қалай рәсімдеу керек екенін, сертификатты қалай алу керек, өнімді дүкенге шығару процесін, заңсыз өндіріс жауапкершілігін. Сабақ кімдерге арналған? Үйде өнім өндіріп шығарып жүргендерге, өнімді дүкен мен супермаркетке өткізгісі келетіндерге, сертификат пен құжатты рәсімдеуден қиналатындарға, қайда барып неден бастарын білмей жүргендерге. Қандай өнімді сертификаттау керек? Тағам өнімдерін, косметикалық тауарлар, балаларға арналған өнімдер, яғни халық тұтынатын тауарлардың, өнімдердің барлығын сертификаттау керек. Егер де сізде осылай өніміңізді дүкенге шығарғыңыз келсе, барлық өнімді сертификаттау нормативтік құжаттарына сай болу керек. Ол үшін сіз не істейсіз? Ары қарай біздің сабағымыздың тақырыбы этап-етабымен мен сізге түсіндіріп кетемін. Дүкенде, үйде шығарылған өнімді заңдастыру жолы. Кез келген өнімді шығару үшін ол өнімнің госстандарты немесе СТ-кизет техникалық шарттары мен техникалық регламенттері жазылу керек. Техникалық шарттар мен техникалық регламенттер дегеніміз ол сіз өндіріп жатқан өнімнің қандай қоспа қосатыныңыз, қайда сақталатыныңыз, қанша градуста, қанша сутікте сақталатыныңыз, бұл өнімнің әр уақытта тұрған температурада өзгеретіндігі барлығы СТ-кизет пен госстандарт сізге әр өнімге жазып шығуыңыз керек. Осы құжаттарды сіздің мысалы шығаратыныңыз полуфабрикат, пельмен, манты, самса, чебуреки, тефтель, котлет, осылардың барлығына сіз техникалық регламент шарттарын жазып шығу керексіз. Ол міндетті. Осы құжаттарды жазғаннан соң өзіңізге ИП немесе ТО ашасыз. Өйткені сіз енді регламентті жазып болған екен, ол өнімге этикетка мен штрих-код аласыз. Этикетка мен штрих-код дегеніміз сізге қысқаша түсіндіре кетейін. Этикетка ол тұтынушыны сізден өніміңізді сатып алатын, яғни тұтынушы сол кісіні ақпаратпен қамтамасыз ететін өнімнің қорапшасы. Бұл заң бойынша міндетті. Штрих-код дегеніміз сауда жүйесінде өнімді автоматты түрде тіркеуге көмектеседі, яғни расход-приходтарды шығарып отырады, бағасын оқып. Этикетка рәсімдеу. Этикетканың міндетті элементтері. Сіз этикетка жасатқан кезде осы элементтердің барлығы сіздің этикеткаңызда болу керек. Бұл госстандарт бойынша белгіленген этикетка. Өнімнің атауы, өндіруші атауы мен мекен жайы, құрамы, ингредиенттері, өндірілген күні мен жарамдылығы, сақтау шарты, салмағы, техникалық регламенті көрсетілу керек. Знактар қауіпсіздік бойынша, қолдану тәсілі, одан кейін штрих-код. Егер де сізде этикеткаңыз болса, өндіруші болсаңыз, этикеткаңызды өзіңіздің салыстырып көріңіз. Осында қандай кем-кетіктер бар, соны өзіңізге түзулеп алсаңыз болады. Ары қарай бұл жерде этикетканың үлгісі. Бұл жерде бағанағы мен айтып кеткен барлық міндеттемелер, талаптар көрсетілген.
Штрих-код рәсімдеу. Штрих-кодты біз екі базадан рәсімдей аламыз. JS1 Қазақстан бойынша осы жерде көрсетіліп кеткен сайттарды жазып Google'дан қарасаңыздар болады. Google'дан қараған кезде, осы сайттың ішіне кірген кезде сіз қандай штрих-код аласыз? Штрих-кодтың түрі өте көп. Сізге керек штрих-кодтікі EAN-13. Осы штрих-кодты ғана сіз аласыз. Өйткені бұл штрих-код өндірушіге сіз өндіретін тауарлардың штрих-кодтары осылай белгіленеді. Басқа штрих-кодтар сізге жарамайды. Енді сізге сертификат жайлы түсініктеме жасап кетейін. Сертификат дегеніміз өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжат. Сертификат бұл өнімнің құрамында зияны жоқ зат, талаптарға сай жасалынған деген ресми дәлелдеме. Бұл дүкендер үшін өте маңызды. Өйткені әр тұтынушы тұтынған жағдайда өнімнің қаншалықты сапалы екенін білу керек. Ары қарай сертификат алу үшін қандай құжаттар керек? Сіздер егерде өзіңізде самостоятельно ала бересіздер, осы құжаттардың барлығы болса, өндіруші туралы ақпарат, өнім туралы ақпарат. Мысалы, сіз сабын шығарасыз ба, шампунь шығарасыз ба, жоқ немесе полуфабрикаттар шығарасыз ба, оның барлығының этикеткасы мен штрих-коды болуға міндетті. Одан кейін өндіріс орны, цех сізге міндетті. Жұмысшылар тізімімен, жұмысшылар сізде жұмыс жасаған екен, оларға медкнижка міндетті. Өнеркәсіп жабдықтар, оборудованиялар, техникалық хаттама керек, және ИП немесе ТО-ның анықтамасы керек. Осы құжаттарды сізде толыққанды болғаннан кейін сертификат центрға өтініш тастай аласыз. Сертификаттау органдарына өтініш білдіру үшін Google-ға ұлттық сараптама және сертификаттау орталығының акционерлік қоғамдары бар. Сол жерге осы сөзді Google-ға жазсаңыз, сізге центрді шығарады. Сол жерден онлайн түрде сіз өзіңізге заявка тастап сертификат шығара аласыз. Қазіргі таңда сертификаттың түрлері өте көп. Сіз егер өндіруші болсаңыз, тамақ өндіретін өндіруші болсаңыз, полуфабрикат, соқ, қандай да бір өнім шығаратын болсаңыз, сізге тек қана EAS деген сертификат қажет. Қалған сертификаттар мынанда көрсетілгендердің ешқайсысы сізге қажет емес. Осы жерде айта кететінім, қазіргі таңда көбісі сертификатты алатын кезде шатастырады. Мысалы, EAS госстандарт бойынша берілетін сертификат, халал деген сертификат ол сіздің өніміңіздің халал екенін дәлелдейтін. Халал деген сертификатты алу шарт емес. Сіз өніміңізді қалай халал екенін мысалы дәлелдейсіз. Сіз үнемі алған кезде, мысалы полуфабрикат жасаған кезде, ет өнімімен жасайтын болсаңыз, ет сатып алған кезде, ет сатып алушы кісіден анықтама алуыңыз керек. Сиырдың еті 100% тексерілген, лабораториядан өтілген деген анықтама болса, сіздің өніміңіздің халал екенін сол да дәлелдей алады. Сертификат алғаннан соң сізде барлығы бағана түсіндіріп кеткен штрих-код бар, этикетка бар, өніміңіз бар, ол өніміңізге уже сіз сертификат алдыңыз. Ары қарай дүкендермен қалай жұмыс жасайсыз? Өнімді дүкендерге шығару процесі, ол барлық талаптар супермаркет пен дүкендердің иелеріне байланысты. Көптеген жағдайда супермаркет пен дүкендердің иелері өнімнің қорапшасын, этикеткасы мен штрих-кодын талап етеді, ИП немесе ТО-ның анықтамасын талап етеді, НДС-ға тұруды талап етеді. Сіздер егер жұмыс жасаймын, мен супермаркетпен прямой жасайын десеңіздер, НДС-ге тұрғандарыңыз абзал. Өйткені НДС-пен тұрғаннан кейін сіздерге қазір дүкен супермаркеттердің көбісінде
посредниктер жұмыс жасайды. Мысалы, сіздер өндіресіздер, оны сатушы қалай айтатын еді, посредниктерге апарып бересіздер, олар өздері НДС-ға отырады да супермаркеттермен жұмыс жасайды. Сіздің шығарған өніміңізді посредниктерде баға қояды, одан кейін супермаркетте баға қояды, уже өнім қымбаттап кетеді. Сіз өзіңіз тікелей супермаркетке апарғаныңыз жөн. НДС-тен ешқандай қорқудың қажет жоқ. Уақытысында ақшасын төлеп тұрсаңыз болды. Одан кейін өнімнің сертификаты, кейін келісімшартқа отырасыз, супермаркет болсын, магазинге болсын. Мысалы, екі жақтың талаптары. Сіз қай кезде алып келесіз, қай кезде ақшаны сізге қалай төлейді, осылардың барлығы келісімшартта көрсетіледі. Егер де мысалы тексеріс басталады, мемлекеттік органдардан, дүкендерден тексеріс болатын кезде, сіздің өніміңіздің ИП, сіз өндіруші болған екен, міндетті түрде ИП ТО ашуыңыз керек. Өйткені ИП мен ТО сіздің кәсіпкер екеніңізді білдіреді. Сертификат та ИП мен ТО-ның атына рәсімделеді. Сол ИП мен ТО алдағы уақытта қандай жағдай болатын болса, сол ИП мен ТО жауапкершілікті өз мойнына артады. Яғни тексеріс кезетін кезде сіздің ИП ТО-ның анықтамасы, өнімнің сертификаты, санитарлық кітапша сіздердегі өндірушілердің. Сол жерде қандай адамдар сізде өнім жасап жатыр. Мысалы, менде 2 жұмысшы бар, Жанар Айжан, олардың мына сан книжкалары және этикеткіштер код, ол қорапша, кейін техникалық регламент. Сіз өніміңізді қалай шығарасыз, қандай тәртіппен шығарасыз, қалай сақталады, қандай градуста, ішіне не қосыласыз деген. Осы құжаттардың барлығы бар болса, сіз 100% заңды кәсіпкерсіз. Енді қызық, заңсыз өнімнің жауапкершілігі. Осыны мұқият тыңдаңыздаршы. Қазіргі таңда интернетте көп заңсыз өндірушілер, бізде уже жайлап, ақырындап барлығын тексеріп келатыр, ұстап келатыр. Қазір уже мысалы, даже бізде жақында мысалда көптеген пирамидаларды соттап жатыр, Өйткені олар лотерея ойнатуға, қандай да бір мысалы затты сату үшін әр нәрсенің өзінің сертификаты болу керек. Сіз лотерея, пирамида ойнатасыз ба, сізде рұқсат болу керек, лицензия алу керексіз. Сіз өндірушісіз ба, өнімнің сертификаты болу керек. Заңсыз өндіріп жатқан кәсіпкерлер қандай алдағы уақытта тексеріс кезінде жауапкершілікке тартылады. Тыңдаңыз. Заңсыз өндіріс дегеніміз, заңда белгіленген талаптар мен рұқсатсыз өнім өндіру. Бұл әсіресе тамақ, косметика, дәрі-дәрмек сияқты адам денсаулығына тікелей әсер ететін өнімдерге қатысты қатаң бақыланады. Мысал үшін, үй жағдайында дайындалған торт рұқсатсыз сатып, біреу улану келтірсе, бұл санитарлық норманы бұзу. Әкімшілік жаза ғана емес, денсаулыққа келтірген зияны үшін қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Қазіргі таңда көбіміз үй жағдайында торт жасаймыз, оны садикке апарамыз, тойханаларға апарамыз. Сол кезде техрегламент, сіз жасаған тортыңызды техрегламент бойынша сол адамға сіз түсіндіру керексіз. Сіздің тортыңызды, немесе салатыңызды, қандай да бір өніміңізді жеп, отравление болып қалып, сіздің үстіңізден арыз шағым түсетін болса, сізді техрегламент пен сертификат қана құтқарады. Егер ол жоқ болатын болса, сіз үлкен айыппұл немесе жаза арқалайсыз. Бірінші, тексеріс кезінде ұсталған жағдайда, смотря қандай жағдаймен ұсталады, әкімшілік, азаматтық жауапкершілік болады. Азаматтық құқықтық жауапкершілік дегеніміз, тұтынушыдан талап арыз түссе, өндірушіге зиянды өтеуге міндетті. Бұл медициналық шығын мен моральдық өтемақыға байланысты. Мысалы, сіз самса, мороженое сатасыз, қазір мороженейдің сезоны,
самсаның сезоны, көженің сезоны, сусындардың сезоны. Егер де осы заттан қандай да бір кісі аллергиясы шығып кететін болса, отравление болатын болса, сіздің үстіңізден шағым келтіретін болсаңыз, сіздің сертификатыңыз жоқ болса, жауапкершілікке тартыласыз. Азаматтық жауапкершілік бар, әкімшілік жауапкершілік бар, қылмыстық жауапкершілік бар. Әкімшілік жауапкершілікті, азаматтық жауапкершілікті түсіндірдім, енді әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жауапкершілікте айыппұл салынады, және тауар тәркіленеді, өндірісті тоқтатады. Сіз мороженое сататын болсаңыз, цехыңызды жабады, айыппұлды салады, тауарыңызды алып кетеді. Вот әкімшілік бұл. Ал әкімшіліктің сумасын есептейтін болсақ болады. Сертификатсыз өнімді сатуға шығару. ИП болатын болсаңыз, бірінші рет 50 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін салады. Оны қалай есептейміз? 2025 жылғы бір айлық есептік көрсеткіш 3932 теңге. Осыны сізге салған айлық есептік көрсеткішке көбейтесіз, сонда оның бағасы шығады. Жалған сертификатпен сату. Мысалы, кейбіреулер арзан бағаға 50 000 теңгеге сертификат істеп береді. Ол 50 000 теңгеге істелген сертификат базаға тіркелмейді. Өйткені әр сертификатқа мемлекеттік госпошлина төленеді. 50 000 теңге госпошлина ондай жоқ. Және қауіпсіздік талаптарын өрескел бұзған үшін. ИП тооларға айлық есептік көрсеткіш 1 200 000, 3 4 миллионға дейін кетеді бұларда. Денсаулығына егер зиян келген жағдайда, Алла сақтасын, бірақ әркім өзіне сақ болу керек. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар. Жалған сертификатпен сатуда тоже айыппұл арқалайды. Қауіпсіздік талаптарын өрескел бұзған үшін де арқалайсыз. Техникалық ішінде мысалы қосатын қоспалар және сертификатсыз сатқан жағдайда. Бұл заңда белгіленген. Мен сіздерден ешқандай аспаннан алған жоқпын. Бұның барлығы бар. Енді қылмыстық жауапкершілік. Егер де сіздің өніміңізден қандай да бір зардап шегетін болса, сіз қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Біріншіден, заңсыз шығарған өніміңіз үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 304 бабы техникалық регламент талаптарына сай келмейтін өнімді шығару немесе өткізу бойынша қарастырылады. Мен сіздерге бағана алдыңғы түсіндірген кезде айтып кеттім. Техникалық регламент бізде жазылу керек. Сіз білмейтін шығарсыз. Моратория жайлы. Мысалы үшін бізге 3 жыл моратория берді. Салық төлемейміз, ешқандай проверка болмайды деп. Ол 3 жылды өткіздік. Одан кейін 1 жыл тағы да созды. Салық төлейсіңдер, тексеріс болмайды деп. Ол біздің мораториямыз 2024 жылдың 31 декабрь күні бітті. Яғни 2025 жылдың 1 январынан бастап сіздерді мемлекеттік мекемелер тексеруге құқығы бар. Кез келген уақытта тексере алады. Сол себептен айналайын өндіруші кәсіпкерлерім, сіздер өнімдеріңізді заңдастырып жүріңіздер. Сертификатталған өнімнің пайдасы, мысалы, қауіпсіздік кезде тұтынушының денсаулығына зиян келтірілмейді. Егер де мысалы үшін бағана мен тортты айтып кеттім, сайтикке барған кезде сіз өзіңіздің техникалық регламентте жазылған барлық талаптарыңызды оған қойып, тортпен бірге оны қол қойдырып тапсырып кетесіз. Міне менің техникалық регламентім, міне менің сертификатым. Осында көрсетілген барлық шарттарды орындасаңыз, сізге ешқандай зияны келмейді. Егер ешқандай салаққанды үйде жасап тастап кететін болсаңыз,
бір 13 баладан артық отравление болатын болса, сізге 100% қылмыстық жауапкершілік артып кетуіңіз мүмкін. Және сертификатталған өнім сізге клиентке сенім артады. Заңды сауда жасай аласыз. Супермаркет, дүкендерге, выставкаға, көтерме саудаларына сіз шыға аласыз. Және өз брендіңізді құра аласыз заңды түрде. Заңды сертификаттың пайдасы өте көп. Менің кейстерім, мен осы уақытқа дейін қаншама адамның кәсіпкердің өнімдеріне сертификат алып бердім. Майра Қуанышқызы, ол кісі уже булочкамен айналысады. Бұл менің 5 жылдық алдыңғы, осы кейсім менің 5 жыл алдын жасалынған. Бұл кісіде қазір пайда өте көп. Жұмыс жасап жатыр. Ең соңғы біздің ақпаратымызда 85 дүкенім бар, айына 1,5 деп айтты. Енді толыққанды барлығы өзінің пайдасын 100% айтпайды. Жартысын жасырып, жартысын асырып дегендей. Нұрсұлу Бақытжанқызы бар, өзі полуфабрикатпен айналысады. Ол кісі вообще ноль болған ол кісінде. Сертификат, бірақ жасайды, бірақ дүкендер емес, бағанағы интернет арқылы садикке сатады, ата-аналарға, мектепке, көршілерге. Қазір ол кісінің де жақсы табысы бар. Бір емес, уже 2 цехы бар Нұрсұлу ханымның. Майя Кубакова, бұл кісі уже барлығы бар бұл кісінің. Бірінші бастаған кезде алынған сертификат, бұл кісінің қазір бірнеше цехтары бар. Бұл кісі өзі сертификат қазіргі таңда ала береді. Барлық жағдай жасалған, барлық нормативте көрсетілген. Ұлбосын Тоғызбаева, бұл кісінің де табысы жақсы, барлығын заңдастырып, сертификатталған. Бірінші бұл кісіде таныстарына сатқан 250 мың теңге табыс тауып жүрген, қазіргі таңда дүкендерге шығып жүр. Мұсаев Қанат, бұл кісінің де қазір бірнеше дүкендерге өткізеді. Бұл кісінің де табысы жақсы. Мен негізі кейстерім өте көп та. Инстаграм, Телеграм, мен өзім сертификат жасаған кейін бірін салам, бірін салмайым, қолым тибейді. Телеграмға кірсеңіз, Инстаграмға кірсеңіз, сол жерден көре аласыздар. Мен 10 жылдан бері сертификатпен айналысамын. Дүкендерге шығуға қазіргі таңда осы уақытқа дейін мен 10 мың тауарды сертификаттап, ол кісілер уже бір кісінің өзінен 5-6 өнім сертификатталады. 5-6 өнімге штрих-код алынады, этикетка жасалынады. Осы уақытқа дейін 10 мың тауарды сертификаттап дүкенге шығарыптым. Оның ішінде 4200-і кәсіпкер сертификатталған, ИПТО, 10 мың адамға, 10 мың тауарға штрих-код алынған. Мен сіздерге не істеп бере аламын? Этикетка істеп бере аламын, штрих-код істеп бере аламын, өніміңізді сертификаттап бере аламын. Менің көмегім, маған егер жоқ, мен осы құжаттан ешқайсысын жасай алмаймын, мен сіздің тек қана қызметіңізге жүгінейін, барлығыңыз өзіңіз жасап беріңіз дейтін болсаңыз, мен сізге осылай көмектесе аламын. Егер де өніміңізді сертификаттағыңыз келетін болса, менің осы WhatsApp номеріме жазасыз, мен сізге сол жерден жауап беремін. Егер де уақытында жауап бермей жатса, менің значит қолым тимей жатқан. Мен сізге жазған кезде міндетті түрде ответ беремін. Ал барлықтарыңызға мен түсіндірдім деп ойлаймын. Өндірісте абай болыңыздар, бай болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ешқандай құқық бұзушылық жасамаңыздар. Сіздерге толыққанды ақпарат бердім. Барлықтарыңызға сәттілік.